Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 90-шы сабақ өзіңді тексер қорытынды сабағын өтеміз. Бүгінгі сабақта бөлім бойынша біліміңді қайталап бекітетін боласың. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: қоршаған ортаға қамқорлық дегенді қалай түсінесің? Балалар, қоршаған ортаға қамқорлық дегеніміз оны аялай білу, шөбін бей-берекет жұлмау, қоқыс тастамау, суын бет алды ағыза бермеу, жерін тыңайтып отырып пайдалану. Ал егер де осының бәрін керісінше істесек, бұл өзімізге зиян екені белгілі, иә? Сондықтан да қоршаған ортаны аялай білейік, оған қамқорлық көрсету біздің парызымыз. Екінші тапсырма: дүрбінің атынан балаларға ауланы таза ұстау туралы ақыл айт. Мен дүрбімін деп баста. Әңгімеде айтайын деген негізгі ой қандай? Балалар, мен дүрбімін. Мен айналада не болып жатқанын жақындатып, анықтап көре аламын. Адамдар айналаны ластап жатыр. Бұл экологиялық мәселе тудыруда. Алайда табиғатты қорғау жастардың қолында. Біз сендерге сенеміз. Қолдарыңдағы байлықтарыңды аялай біліңдер. Үшінші тапсырма: өзің білетін бір жануарды немесе табиғат құбылысын теңеу сөзбен сипатта. Мысалы, инеліктей тікұшақ, моншақтай аппақ қар, инеліктей кішкентай құс, бүршіктей таза көңіл. Төртінші тапсырма: мәтіннің түрін анықта. Балалар, көктемнің сәні деген мәтін әңгіме мәтінге жатады, ал құйын ол өлеңге жатқызылады, иә? Бесінші тапсырма: тіркестерден теңеу сөздерді көшіріп жаз. Табақтай айдың сәулесі, балдай тәтті балмұздақ, қара бұлттай қаптаған аралар. Алтыншы тапсырма: араның ұясы әңгімесіндегі оқиғадан қандай ой қорыттың? Жазықсыз жәндікке өзің тиіспесең, ол да саған тиіспейді деген ой түйдік, иә балалар, оқыған әңгімеден. Олай болса, жетінші тапсырмаға көшеміз. Құстар әлемі мәтінінен өзің үшін қандай жаңа ақпарат алдың? Балалар, құстар әлемі мәтінінен өзім үшін жаңа ақпараттар алдым. Ол Қазақстанда мекендейтін құстар туралы ақпараттарды алдым. Сегізінші тапсырма: Болаттың белгісі әңгімесінің авторын ата. Болаттың белгісі әңгімесінің авторы Өтебай Қанахин, иә балалар? Енді 9-шы тапсырмаға көшеміз. Қай кітапты халықаралық табиғатты қорғау одағы шығарды? Балалар, халықаралық табиғатты қорғау одағы қызыл кітапты шығарады, иә? 10-шы тапсырма: Абай Құнанбайұлы туралы не білдің? Ақынның қай өлеңімен таныстың? Ақынның жазғытұры өлеңімен таныстық, иә? Ақын қай жерде туып өскен? Ақын Абай облысы Шыңғыстау жерінде туып өскен. Абай атаның қай өлеңін, қандай әнін білесің? Абай атаның жазғытұры, қыз өлеңін білемін, және де айттым саған қаламқас әнін білемін. Келесі 11-ші жаттығу: жайын мәтінінің мазмұнын әңгімеле. Теңіз беті бүгін айнадай теп-тегіс. Төңірек тып-тыныш. Жағалауды теңіздің кермек суы шолп-шолп жуады. Алып жайын теңіз жағалауына моп-момақан түрде жүзіп келді. Содан соң жағалауға қарай өзін-өзі серпи лақтырды. Алып жайынның бұндай мінезіне Заңғар мен Асқар таңырқай қарап тұрды. Теңіз жануарының мұнысы несі? Деп таң қалды. Асқар мен Заңғар алып жайынды аяп тұрды. Жайынды теңізге қайтармақ болды. Белуардан су кешіп, жайынды алып екеуі теңіздің ортасына қарай лақтырды. Ал алып жайын болса суға түсуге асықпады. Ал Асқар мен Заңғар болса алған беттерінен қайтпады. Олар екеуі бірігіп жайынды суға лақтырды. Жайын көзін ашып төңірегіне қарады. Бір кезде жайын көзін ашып қарап, алғашқы кездегідей бар күшін жинап алады да қайтадан өзін құм үстіне лақтырады. Асқар мен Заңғар тағы да көмектеспек ниетпен болып жүгіріп
Жайын балықтың жанына келген кезде балықтың қимылдамай жатқан денесін көреді. Ол кезде балықтың желбезегінен, аузынан, көзінен барлығынан мұнайдың қалдықтары құм бетіне төгіліп жатқан еді. Мінекей балалар, осымен біздің қорытынды сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.